Қайырлы күн, талапкерлер. Негізгі 2025 жылғы ұбытыға мектеп түлектері, колледж түлектері, өткен жылғы түлектер, шартты түрде оқитындар, қандастар, шет елде білім алған Қазақстан азаматтары қатысады. Негізгі ұбытыға қатысатындардың барлығы оны 2 рет тапсыра алады. 2025 жылғы негізгі ұбытыға өтініш беру 12-25 сәуір аралығында app.testcenter.kz сайтында немесе uto.kz қосымшасы арқылы жүргізіледі. 12-18 сәуір аралығында 1 рет, 19-25 сәуір аралығында тағы да 1 рет, немесе 12-18 сәуір аралығында өтініш беріп үлгермесеңіз, онда 2 рет өтініш бере аласыздар. Мысалы, 12-18 сәуір аралығында шілде айына өтініш беріп, 19-25 сәуір аралығында мамыр айына өтініш берсеңіздер болады. Екі мүмкіндіктің арасында бекітілген мерзім жоқ. Тек бір күні 2 рет таңертең және түстен кейін ұбыты тапсыра алмайсыздар. 2025 жылғы мектеп түлектері үшін ұбытыға қатысу тегін, ал колледж түлектері, өткен жылғы түлектер, шартты негізде білім алатындар, қандастар, шет елде білім алған Қазақстан азаматтары үшін ұбытыға қатысу құны 5640 теңге. Төлемді 1 сағатта жасамасаңыз, өтінішіңіз жойылады. Шекті балл жинаған жағдайда негізгі ұбыты сертификатын грант конкурсына да ақылы оқуға да ұсына аласыздар. Бұл видеоны 2025 жылға ұбыты тапсыратын достарыңызға жіберіңіздер. Сәттілік!